Құрметті желідегі оқырмандарым, Қарауай ауылдық кітапханасы 12 сәуір бүкіл әлемдік авиация мен ғарыш күніне орай қазақтың 3 ғарышкер қырандары атты медиа танымдық видео шолуды назарларыңызға ұсынамын. 12 сәуір адамзаттың ғарышты бағындырған күні. Сондықтан 1968 жылдан бастап Халықаралық авиация федерациясы 12 сәуірді дүниежүзілік авиация және ғарышкерлер күні деп бекітті. Қазақтың 3 ғарышкер қырандары. Тоқтар Әубәкіров, қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш. Ол 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 1991 жылы 2 сәуірде Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. 1991 жылы 10 қазанда жерге оралды. Әубәкіров тек қана ғарышкер емес, сонымен қатар экспериментке қатысқан алғашқылардың бірі. Ол бірінші рет қазақ ғалымдарының тәжірибе барысында жасаған қазақ асханасының сублимацияланған тағамдарын қолданып көрді. Бұл тағамға айран, ірімшік, ет жатады. Талғат Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы кентінде дүниеге келген. Ол Қазақстанның 2 ғарышкері. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқан. Союз ТМ-19 126 күн ғарышта өткізген. 1998 жылы ғарышқа 2 рет ұшқанда Союз ТМ-19 кемесімен 126 күн ғарышта өткізген. 1998 жылы ғарышқа 2 рет ұшқанда Союз ТМ-27 кемесімен 208 күн ғарышта өткізген. Гиннестің үздік табыстар кітабында бір айдың ішінде 5 рет, небары 30 сағат 8 минут ұзақтығымен ашық ғарышқа шыққаны жазылынып алынған. 2001 жылы ғарышқа 3 рет ұшқанда Союз ТМ-32 кемесімен 8 күн ғарышта өткізген. Талғат Мұсабаев ғарышкерлер арасында алғашқы хирург атанған. Айдан Айымбетов ғарышта 10 күн болып, маңызды зерттеулер жүргізген болатын. Халықаралық ғарыш станциясынан оралған Айымбетовті тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі күтіп алды. Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтің туған күндері бір күнде, бір айда, яғни 27 шілдеде. 2 ғарышкеріміз де Армавир жоғарғы әскери ұшқыштар училищесінің түлектері. Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн, 22 сағат, 13 минут. Талғат Мұсабаев 341 күн, 9 сағат, 48 минутты. Ал Айдын Айымбетов 9 күн, 20 сағат, 13 минут, 51 секунд болған. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256 ғарышкері болса, Талғат Мұсабаев 309 ғарышкері, ал Айдын Айымбетов әлемнің 545 ғарышкері. 3 қыранға да ғарыш кеңістігін игеруге сіңірген аса зор еңбегі, ғарышқа ұшу кезінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілді.